Біз қазір сіздерге ойлан моделінің демонстрациясын көрсеткіміз келеді. Ойлан .nu.edu.kz сайтына өтейік. Қол жеткізу үшін электрондық почта арқылы тіркелуіңіз қажет. Аталмыш платформа 250 000 төгінге дейін тегін нұсқасын ұсынады. Біздің жаңа модельдің басты күші оның кескіндерді де, мәтіндерді де өңдеу қабілетінде жатыр. Қазір біз әртүрлі қолдану жағдайларын көрсетеміз. Қазір біз Қазақстанның көрнекті ғалымы туралы сұрап көрейік. Ойлан қалай жауап берер екен? Суретті сипатта. Дұрыс, суретте Қаныш Сатпаев. Екінші сұрақ, бұл жер қалай аталады? Дұрыс жауап, бұл жер Бурабай ұлттық паркі. Үшінші сұрақ, суреттегі ойын қалай аталады? Дұрыс жауап, бұл көкпар ойыны. Ал енді келесі тақырыпқа көшейік. Ойланның есептерді қалай шығаратынын тексеріп көрейік. Бірінші сұрақ. Есептің шешімін жүйелі түрде түсіндір. Дұрыс. Жауабы 83. Келесі тақырып геометрия саласында. Есептің шешімін жүйелі түрде түсіндір. Есептің жауабы дұрыс. Келесі тақырып бізде физика саласында. Есептің шешімін жүйелі түрде түсіндір. Дұрыс, жауабы 75. Енді ойлан графиктерді қалай талдайтынын қарап көрейік. Бірінші сұрақ. Бұл график нені сипаттайды? Дұрыс. Келесі сұрақ. Пандемия жылдары өмір сүру ұзақтығы неше жыл болды? Дұрыс, 70-тен астам. Өте қолайлы. Қызық, ойлан құжаттармен қалай жұмыс жасайды екен. Себебі бұл офис қызметкерлері үшін өте қолайлы болатын еді. Ал енді қазір тексеріп көрейік. Бірінші сұрақ. Суреттегі мәтінді шығар. Керемет, дұрыс жауап. Екінші сұрақ. Пунктте не айтылған? Керемет, дұрыс жауап. Ал енді басқа құжаттарды да тексеріп көрейік. Бұл қандай құжат түрі?
Дұрыс жауап. Келесі сұрақ. Келісім шарт не туралы екен? Қорытындылап бер. Келесі сұрақ. Келісім шартқа кімдер отырды? Дұрыс. Бұл офис қызметкерлеріне өте қолайлы болады деп ойлаймын. Ал енді келесі сұраққа көшейік. Таблицаны жүйелі түрде шығар. Дұрыс жауап. Келесі сұрақ. Қазақстан нешінші орында тұр? Дұрыс жауап. Өте ыңғайлы. Ойлан, өнеркәсіп қызметкерлерінің жұмысы үшін өте пайдалы. Қазір өнеркәсіп құрылысшыларының жұмысын байқап көрейік. Келесі сұрақ. Бұл бейнеде қандай қауіпсіздік ережесі бұзылып тұр? Дұрыс жауап. Құрылысшы қауіпсіздік белбеуінсіз биіктікке жұмыс істейді. Ал енді келесі бейнені жіберіп көрейік. Бірінші сұрақ. Президент Тоқаев кіммен кездесіп тұр? Дұрыс, Әзербайжан президенті. Келесі бейнеге көшейік. Президент Тоқаев кіммен кездесіп тұр? Дұрыс, танымал әнші Димаш Құдайбергенов. Ойлан, медицина қызметкерлеріне көмегін тигізе алады. Қазір біз бейне арқылы диагноз көруімізге болады. Сұрақ. Суретке талдау жасап, диагноз қой. Дұрыс жауап. Глиома. Ал енді ойлан, көліктің түсін, маркасын және номерін қалай анықтайтынын көрейік. Сұрақ. Көліктің түсін, маркасын және номерін жаз. Дұрыс жауап. Ақ Hyundai 835. Ал енді ойлан, қараңғыда жануарларды қалай анықтайтынын тексеріп көрейік. Бірінші сұрақ. Суретте қандай аңдар? Олардың саны неше? Дұрыс жауап. Суретте 2 барыс бар. Керемет. Тағы да сұрақтар қойып тексеріп көрейік. Келесі сұрақ. Абай осы қара сөзінде ұмытпастыққа қандай 4 себеп бар дейді? Дұрыс жауап. Өте керемет. Келесі сұрақ. КС-132 ұшағы қай қаладан және қай уақытта қонады?
Дұрыс жауап 132 ұшағы Душанбеден келеді және оның күтілетін уақыты 15:00. Керемет. Ал енді кітаптардағы диалогтар тексеріп көрейік. Келесі сұрақ. Суреттегі мәтінді шығар. Дұрыс жауап. Кітапта. Our model can also interact in English and recognize images. Let's see. Answer to the questions. С нашей моделью также можно взаимодействовать на русском языке и с помощью голоса. Давайте узнаем название книги, автора, год выпуска и краткое описание на фото. Правильный ответ.